Рамазанды өзіңізше біліп алып, алдын ала 2 апта бұрын айтып қойып жатырмын. Муфти хазіреттерге, арамызда муфти азаматтарымыз бар, өзі пәтуа шығара беретін. Сол муфти азаматтарға құлақтарына алтын сырға: құрметті муфтилер, өздеріңіз Рамазан айын ойлап тауып бастап жібермеңіз. Рамазан айы арнайы пәтуа бөлімінен белгіленеді. Бұл көпшіліктің бірге бастап бірге бітіретін құлшылығы. Сондықтан сіз хазіреттері, муфти хазіреттері болып, ерте бастап жібермеңіз оразаңызды. Бір күн, 2 күн ораза тұтып алып, айт намазда аузы ашық жүретін, айттан бір күн бұрын аузын ашып алып, басқа жақтың айтын тойлап жүретін азаматтарға да айтатыным содан. Немесе айт күні аузын бекітіп ал, ертеңіне айт деп жүретін азаматтарға да айтатынымыз: бауырлар, қай мазхабты ашсаңыз да, қай мазхабты, Абу Ханифа, Имам Шафии, Ахмад Ханбал, Шафии, Малики, тіпті мазхабсыздардың мазхабын ұстансаңыз да, сіздің құлағыңызға алтын сырға, ешқашан Рамазанды календарға қарап алып, немесе айдаладағы бір елден қарап алып бастау деген нәрсе жоқ. Сол елдің, тұрған елдің уақытына қарай намаз оқыған сияқты, сол елдің уақытына қарай ай көрдік деп тұтасыз. Ай жердің арғы бетінде көрінсе, бергі бетте ораза тұта бер деген фатуа ең төменгі дәрежедегі фатуа. Бәлки сіздің өлкеңізде ай қай уақытта көрінеді, сол уақытта ауыздарыңды ашыңдар және бекітіңдер деген пайғамбарымыздың хадисін ұстануыңыз керек болады. Сол үшін сол өлкенімен бірге ораза бастаңыз және сол өлкемен бірге оразаңызды аяқтаңыз. Алла қабыл етсін баршамыздың құлшылығымызды. Және сондай муфти бауырларымызға тағы да айтып қойыңыздар, таныстарыңыз болса муфтилеріңіз, кішкентай аттың басын дырылдатып тұра тұрсын, пәтуа бермей. Жұма күні айтылады, қайта-қайта айтам, бір күн бұрын, бір күн кеш бастап жібермей, бір болып бастауымыз бұл шариғаттан. Ораза уақытына дейін әлі қазір уақыт бар, сондықтан қазалардың бәрін тұтып алуға рұқсат. Газды басыңыздар.